Сэр Уильям Рамзи Лука жайында ойланғандығы тұжырымына келгенде, басқа да көптеген ғалымдар дәл сондай нәтижеге келді. Мысалға, М. Блейклок Оклендтік университеттен, антикалық әдебиет пәнінің мұғалімі. Елшілердің істері кітабын Лука жазған ізгі хабар және барлық жаңа келісімді зерттегеннен соң ол былай деді: Лука тамаша тарихшы. Ол Грецияның ең ұлы тарихшыларының қатарына қойылуға лайық. Бірақ олар неге сондай пікірде болды? Айталық, Уильям Рамзи осы кітапқа бірінші ғасырға қатысты егжей-тегжейлікте сенім артуға болмайды деп жобалаған. Әйтсе де өзінің пікірін ауыстырды. Неліктен? Мысалға, Лука Филипптің билеушілерін преторлар деп атауын рас болып шықты. Ғалымдардың айтуынша сол заманда претор іспетті лауазым болмаған дегеннің өзінде. Ғалымдардың пікірінше қаланы 2 магистрат басқаруы тиіс болған. Алайда Лука рас болып шықты. Өйткені археологияның деректері бойынша претор лауазымы болған. Бұл лауазымды римдік отардың қазылары иемденген. Сонда Уильям Рамзи былай дейді: тұра тұршы, егер оқиғаларды 2-ші ғасырда баяндаған Луканыкі рас болса, онда барлық ғалымдар қателескен кезде ол қалайша осы егжей-тегжейлерде қателеспеді? Ол былай деп ойлай бастады: білесіздер ме, мүмкін елшілердің істері кітабын 1-ші ғасырдың құжаты ретінде қарастыруға болатын шығар. Бірақ ол ақыр соңында мынадай тұжырымға келді: Лука өз заманының теңдесі жоқ тарихшысы болған.